Баршаңызға қайырлы кеш, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен бірге қаттама дайындайтын боламыз. Жылы суымызға тұзымызды салып, тұзымызды ертіп аламыз жақсылап. Суымызға майонез, сосын бір жұмыртқа салып, екеуін жақсылап қосып араластырып аламыз. Ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Мен осылай илеп қойдым. Осылай майымызды ертіп аламыз. Жақсы май қолданыңыздар, сонда қаттамаларыңыз әдемі шығады. Қалауларыңыз бойынша көкпияз қоссаңыздар болады, өте дәмді шығады. Қамырымызды жақсылап жұқа қылып жайып, осылай майымызды бір тегіс жайып шығамыз. Майымызды бір тегіс жағып шыққасын, осылай көкпиязымызды сеуіп шығамыз. Қамырларымызды бірнеше бөліктерге кесіп шығып, осылай орап шығамыз. Орап болғасын қамырымызды осылай ортасына басып, жайып аламыз. Қаттамаларымызды қызып тұрған майға пісіріп аламыз екі бетінде. Өте әдемі, дәмді қаттама шығады, пісіріп көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.